Тәуелсіздік күні еліміздің еркіндігі мен ұлылығының белгісі. Бұл әрбір қазақстандық үшін мағынасы зор, маңызды мереке. Биыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтеміз. Бүгінгі күні біз іске асырып жатқан жүйелі жаңғырту адамдардың қоғамдағы, экономикадағы, мәдениеттегі әлеуетін дәйекті түрде ашуға бағытталған деп Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын. 4 жыл ішінде өңіріміз рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыруға белсене атсалысып, 490 жоба мен 9000-ға жуық іс-шаралар іске асырды. Әлеуметтік мақсаттағы 78 нысан салынды. 20-дан аса ұлы даланың тарихи тұлғаларына арналған ескерткіштер ашылды. Халық арасында қазақ тілін ілгерілету бойынша қызықты мобильдік қосымшалар жасалды. Рухани жаңғыру жобалық кеңсесі қалалар мен аудандарда жүргізіліп жатқан жұмыстарды ғана емес, сондай-ақ кіші отанның дамуына өз үлесін қосып жүрген азаматтар және олардың бастамалары туралы баяндайтын көптеген айдарларды іске қосты. Азаматтық секторды дамыту арқылы халықпен тиімді байланыс орнатуда. Осы жылдар ішінде іске қосылған көптеген жобалар ертіс өңірінің визиттік карточкасына айналды. Сакральная география Казахстана – один из интересных специальных проектов программы «Рухани жаңғыру», который позволил каждому региону широко пропагандировать свои сакральные места. В сакральную карту Прииртышья вошли 46 объектов, 7 из которых национального значения. 4 объекта, находящиеся на территории города Павлодара, были включены в электронную карту ТУГИС. Сейчас мы находимся на территории ставки Султанбет-Султана, которая вошла в список республиканского значения. Строительство усадьбы знатного правителя Прииртышья Султанбет-Султана стало возможным в рамках программы. Исторический комплекс появился в черте старого города за рекордно короткие сроки при финансовой поддержке потомков Султанбет-Султана и Павлодарского педагогического университета. Символично, что в общий комплекс ставки входит международная исследовательская лаборатория по изучению древних технологий и клуб исторических реконструкций, где на сегодняшний день ведутся работы по изучению консервации и реставрации уникальных археологических находок Прииртышья. Уникальны и люди, которые здесь находятся. Потомок Султанбет-Султана Жумабек Камни, участник республиканского спецпроекта «100 новых лиц Казахстана» Енлик Абилова, реставратор, историк, археолог с международным именем Татьяна Николаевна Крупа. Мы уверены, что все сакральные места на сегодняшний день стали любимыми местами не только павлодарцев, но и гостей Прииртышья. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында өңірімізде рухани жаңғыру кабинеттері ашылды. Бүгінгі күні өңірімізде 114 рухани жаңғыру кабинеті ашылған болады. Аталмыш кабинеттерде жүргізілетін барлық жұмыстар өскелең ұрпақтың ертіс баян өңірінің бірегей тарихы мен мәдени мұрасын жүйелі зерделеуге бағытталған. Бұл жобаға жұртшылықтың қызығушылығын арттыру үшін біз 2020 жылы үздік рухани жаңғыру облыстық байқау конкурсын бастаған болатынбыз. 69 кабинет өз жұмысын таныстырып, әлеуметтік желілерде жариялаған болатын. Ақсу қаласы Мәмет Омаров атындағы ауылдық округінің Жамбыл орта мектебі байқаудың жеңімпазы атанды. Ал Екібастұз қаласының номер 23 балауса мектепке дейінгі гимназиясы бірінші орынға ие болды. Ал дәл осы кабинет, яғни Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған номер 8-ші мектеп лицейі екінші орынға иеленсе, Павлодар қаласының номер 37-ші жалпы орта білім беру мектебі үшінші орынға ие болды. Сондай-ақ, рухани жаңғыру кабинеттерімен қатар өңірімізде өскелең ұрпақты ұлттық аспаптардың әуезді әрі бірегей дыбыстауы әлеміне енуге мүмкіндік беретін мамандандырылған домбыра кабинеттері ашылды.
Ертіс өңірі тұрғындары мен қонақтардың сүйікті орнына айналған Ертіс променад жобасы Павлодар облысының визиттік карточкасы. Аталмыш жоба аймағымыздағы бірегей жобалардың бірі. Жазғы кезеңде бос уақытты мәдени және қызықты өткізуге, әр демалыс күндері мәдени бұқаралық іс-шаралар, мәдениеттің үздік жобаларымен және шығармашылық ұжымдарымен танысуға болады. Ертіс променад сахнасында көптеген танымал отандық, ресейлік, шетелдік жұлдыздар мен шығармашылық топтар өз өнерлерін көрсеткен болады. Атап айтсақ, Роза Рымбаева, Ринга, Жігіттер, Музарт, Дима Билан, Дамбалан, Доминик Джокер және тағы да басқа танымал жұлдыздар. Дәл осы сахнада джаз палитрасы, екінші халықаралық джаз музыкасын, бірегей американдық, ресейлік және қазақстандық оркестрлер мен орындаушылардың фестивалі өткізілді. 2018 жылы Павлодар облысында алғаш рет бірінші халықаралық Ертіс синема қысқа метражды кино және деректі фильмдер фестивалі өткізілді. Аталмыш фестивальге атақты режиссерлер мен актерлер қатысты. Сонымен қатар облыс солистері мен шығармашылық ұжымдарының концерттерін осы сахнада тамашалауға болады. Меценаттардың көмегімен салынған нысандардың бірі Ертіс мультимедиалық музейі. Бұл музей 2019 жылы Еуразиялық топтың демеушілік көмегінің арқасында салынған болды. Ертіс музейі әлемдегі ең ірі табиғи тарихи музейлердің үлгісімен құрылған. Бұл жерде Ертіс баян өмірінің палеозой заманынан бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихы қамтылған. Музейдің бірегейлігі шынайы археологиялық және табиғи экспонаттардың заманауи мультимедиалық технологиялармен үйлескендігі. Ғимарат бір уақытта 600-ге жуық келушілерді қабылдай алады. Бағдарлама Павлодар облысының дамуында еріктілер мен меценаттардың күш-жігерін үйлестіруді қамтамасыз етудегі біріктіруші буынға айналды. Біз бүгін рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Павлодар облысының үздік тәжірибелерімен бөлісіп отырмыз. 2020 жылы республикалық жинаққа ана тілі орталығының директоры Шолпан Кинжикова бастамашы және автор болып табылатын тіл волонтері жобасы енді. 2020 жылы Павлодар қаласында Қазақстандағы алғашқы тіл волонтері орталығы ашылды. Орталықтың қызметкерлері мен еріктілері Павлодарда мемлекеттік тіл мәдениетін дамытуға бағытталған іс-шараларды өткізуде. Мәтінді аударуда қиындықтар туындаған жағдайда павлодарлық бизнесмендердің де сапалы қызмет алуға мүмкіндігі пайда болды. Кәсіпкерлердің өтініші бойынша орталықтың еріктілері ақысыз негізде орындарға барып, кеңес беріп, жарнамалық мәтіндерді аударады. Сонымен қоса, тұрғындар үшін қарапайым және қажет сөздерді үйрену үшін қалалық көлікте қызықты акциялар өткізілуде. Тіл волонтері жобасының арқасында мемлекеттік тілді білу деңгейі артты. Жыл бойы осы тіл волонтерлері тарапынан біз мастер-класстар, тегін оқулықтар таратылатын болады. Сондықтан осыған қатар әдістемелік көмек, сосын аударма ісіне де мән беретін боламыз. Яғни қате аударылған дүниелердің барлығын тегін аударуға біз ана тілі орталығы тарапынан дайынбыз. Былтырғы жылы ұлы ойшыл, ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық атауы еді. Ол адам өмірінің мәнін, қоғамдағы жақсылық пен жамандықтың көрінісін зерттеуге назар аударды. Абай өзінің жоғарғы этикалық идеалын адам бол моралдық формуласымен білдірді. Бұл формула ең алдымен жастарға арналған. Абайымызге ай мен күн аспан әлемінің әшекейі, орман мен жемістер таудың әшекейі, ал жердің сәні адам дейді. Ұлы тұлғалардың шығармаларын ұрпаққа мұра етіп қалдыру, оларды ұлықтау біздің парызымыз. Біз рухани жаңғыру бағдарламасының жылдығына арналған челлендж эстафетасы